Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай керемет болып шығатын тауық жасауға кеңес беремін. Ол үшін бізге тауығымызды тұз шұқығышпен бүкіл жерін кесіп шығамыз. Содан соң мол тұзбен бүкіл жерін жақсылап тұздап шығамыз. Жақсылап ысып, бүкіл ішіне, сыртына, полный бар жағына тұзды жағып шығамыз. Содан соң көкөністерімізді дайындайтын боламыз. Мен картоп, сәбіз, пияз, қызанақ, болгар бұрышы және чеснок пайдаландым. Дәмдеуіштер қосасыз, тұз, бұрыш, паприка. Содан соң сұйық май құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл араласқанша тауығымыздың тұзы сіңіп тұрады. Жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осы рецепт өте керемет рецепт, себебі мен басқа да рецепттермен жасап көргенмін. Ешқайсысы көңілімнен шыққан жоқ. Дәл осы рецепт күшті болып шығады. Сырты қытырлақ, ал іші жұмсақ, сочный болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Содан соң тауығымызды көкөністеріміздің үстіне қойып шығамыз да заправка жасаймыз. Ол үшін мен кесеге сұйық май құйдым, 1 шай қасық бал салдым, паприка, тауыққа арналған дәмдеуіш, жидкий дым қостым. Осы жидкий дымның арқасында күшті отта піскен иіс, аромат беріп тұрады. Содан соң соя құйдым, еще столға құйдым. Содан соң жақсылап тұрып араластырып алдым да кисточканың көмегімен тауығымызға жақсылап жағып аламыз бүкіл жеріне. Дәл осы заправка біздің тауығымыздың сырты хрустящий болу үшін және дәмі сіңіп күшті болып шығады. Осылай жағып шығадым бүкіл жеріне. Духовкамды 180 градусқа қыздырып қойдым. Менде бұл тауық 1 сағат 45 минутта пісіп дайын болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Әрі тез, әрі өте дәмді болып шығады. Көптеген рецепттермен жасап көрдім, ешқайсысы ұнаған жоқ. Дәл осы рецепт прям топ. Осылай болып шығады. Содан соң духовкамызға салып пісіріп аламыз. Сіздерге менің видеом ұнаса лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен, туысқандарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.